Баршаңызға қайырлы күн достар, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаның 25-ші күніне арналған ас мәзірін сіздерге ұсынамын. Біздің бүгінгі ас мәзірімізде тауық етінен жасалған запеканка, духовканың көмегінсіз пісірілетін торт және қарапайым салат. Сіздерге бүгінгі ас мәзірі ұнайды деген ойдамын. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің бүгінгі жасайтын тортымыз ерекше, өте дәмді және ауызда еритін нәзік торт болып шығады. Бұл тортты сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ендеше тортымызды жасауға кірісейік. 400 грамм 20% қаймаққа, 150 грамм қант, 2 жұмыртқа, 1 шай қасық ванилин және 50 грамм ұн салып араластырамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ, біркелкі масса болса жеткілікті. Енді плитаға қоямыз. Плитаға қойған кезде араластыруды мүлдем тоқтатпаңыз. Әйтпесе, крем түйіршікті болып қалады. Крем осы видеодағыдай қайнап шыққан соң, астын төмендетіп, плитада тағы 2 минуттай ұстаймыз. Бізде осындай өте дәмді, өз формасын ұстап тұратын қайнатпалы крем дайын болды. Кремнің бетін жауып, суытамыз. Мен кремді тез суыту үшін суық суға салып қойдым. Біздің креміміз суығанша торттың коржын жасайық. 300 грамм үгітпелі печеньені ұсақтап аламыз. 120 грамм ерітілген сармай құйып араластырамыз. Торттың коржы да дайын. 100 грамм бөлме температурасында тұрған сармайды блендермен араластырып аламыз. Жаңағы дайындап қойған кремімізді майға аз-аздан салып араластырамыз. Қайнатпалы кремнің барлығын салуға болмайды. Міне, біздің креміміз де дайын. Бұл кремді кез келген тәттіге қолдансаңыз болады, өте керемет үйлеседі. Дайындап қойған печеньеміздің жартысынан көбін диаметрі 18 сантиметрлі қалыпқа саламыз. Содан соң қасықтың немесе бокалдың көмегімен осылай тегістеп шығамыз. Содан соң кремнің барлығын саламыз. Кремнің бетін тегістеп, қалған печеньені бетіне сепіп шығамыз. Торт дайын болған соң, кемінде 5 сағаттай тоңазытқышта тұруы керек. Ал енді тағамымызды жасауға кірісейік. Бізге қажетті заттардың барлығын описаниядан таба аласыздар. Тауық етіне тұз, паприка, қара бұрыш және соя тұздығын салып араластырамыз. Қазанға май құйып қыздырамыз. Қызып тұрған майға тауық етінің барлығын салып қуырамыз. Тауық етінің барлығы жақсылап қуырылып болған соң, оны майдан сүзіп аламыз. Туралған пиязды салып, аздап қана қуырамыз. Содан соң сәбізді салып, оны да 1-2 минут шамасында қуырып аламыз. 3 жұмыртқаға 4 ас қасық майонез салып араластырамыз. Содан соң қара бұрыш, паприка, тұз және туралған сарымсақ салып, оларды да жақсылап араластырып аламыз.
Сырды алдын ала үткіштен өткізіп қоямыз. Менде бұл сыр үй жағдайында жасалған. Описанияға ссылкасын қалдырамын, және де сіздерге қарап көруге кеңес беремін. Ыдыстың астын сары маймен майлап шығамыз. Содан соң туралған картопты саламыз. Картоптың бетіне қуырылған сәбіз бен пиязымызды салып шығамыз. Содан соң қуырылған етті саламыз. Біздің жаңағы дайындап қойған соусымызды құямыз. Ең үстіне туралған қызанақты салып шығамыз. Содан соң ыдыстың бетін фольгамен жауып, 160 градус қызып тұрған духовкада 1 сағат пісіріп аламыз. Міне, бізде 1 сағат уақыт та өтті. Енді ыдыстың бетіндегі фольганы алып, запеканканың үстіне сыр салып шығамыз. Запеканканы духовкаға тағы 10 минутқа қоямыз. Осы уақыт аралығында өте тез жасалатын салатымызды дайындайық. 6 литр айранды ыдысқа құйып, үстіне туралған қияр, редиска, укроп және тұз салып араластырамыз. Содан соң қайнатылған жұмыртқаны да турап араластырамыз. Және де мен бұл салатқа үткіштен өткізілген сырды да қостым. Біздің тортымыз да дайын. Біздің бүгінгі ауызашардың 25-ші күніне арналған ас мәзіріміз ұнады деген ойдамын. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі кездескенше.